Сәлеметсіздер ме әңгіме айдары оқырмандары? Бүгін сіздермен өгей қыздың көз жасы атты әңгіме қозғайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Сабырлы қалыпта бір сәтте тайқып, өз ойының жемісті кезеңдерін мәңгіге ұмытып, қараңғы түкпірге жасырынған кішкене балаша. Бөлме бұрышында солқ-солқ жылап 18 жасар қыз отыр. Не себепті жылайды, не үшін өмірге наз айтады, бәрі жұмбақ. Барлығы ішінде сақтаулы, жүрек түкпірінде құлыптаулы, кейде терең күрсініп нәзік саусақтарының сыртымен көз жасын сүртіп қояды. Тек көз жасын ғана. Ал жүрек жасын, жүрек мұңын сүртуде сылып тастауға мүмкін емес. Төмен салбыраған басын көтеріп, жасқа малынған жанарын тағы да сүртіп, бір байламға келгендей отырған орнынан тұрды. Төңірегін бір шолып ауыр күрсінді. Аяғын сүйрете басып терезе жақтауына жақындады. Жынданған адамша сәл жымиып, мен неге ол үшін мұңға батамын деді. Жымиған күлкісін бірден тоқтатып, қалың ой тұңғиығына қайта батты. Қандай ой екені жұмбақ, жақсы ой ма, жаман ой ма? Бәрі ішінде. Лайым жақсы ой болғай. Терезе алдынан аспандағы қиық айға қарады. Айда қызға қарап, сен де, мен де жалғызсың, мен де сенде жалғызбын деп мұң шығатындай. Мүмкін солай да шығар. Қызық, деді айға қарап. Қанша жылдар өтсе де сен өлмедің, ал біз жұмыр басты пенде мыңымыз келіп мыңымыз кеттік. Ішімізде жақсымыз да, жаманымыз да, түн қатып жыр жазғанымыз да, есі ауысып жынданғанымыз да болды. Барлығын сен көріп тұрдың, көре де бересің. Неге? Сонда өмірің әділеттілігі сол ма, жансыз? Түнде ғана жер бетіне жарық деген ұғым бар екенін ұмыттырмауың үшін жаратушы сені жаратқан ба? Басқа титтей де пайдаң жоқ, бірақ сен мәңгісің, иә, мәңгіліксің. Менде өлемін, бәрі өледі, себебі біз пендеміз, адамбыз, қуанамыз, қайғырамыз, күлеміз. Кейде ашуға да ерік береміз, қателіктер жасаймыз. Сол үшін кешірім сұраймыз, ал сен ше? Сен не істей аласың? Қаншама күнәні көрсең де, қайырымсыз адамдарды көрсең де, қиналғандарды көрсең де ештеңе жасай алмайсың. Сенің қолыңнан түк келмейді. Есі ауысқан адамша сықылықтай күліп, сен де қолда жоқ екен ғой. Иә, сен де қолда жоқ, қолда. Ал менде қол бар, ақыл сана бар. Өкінішті, сен бұлардың бірін де түсінбейсің. Сен жай ғана бір ғаламшардың серігісің, бітті. Қою қара түнде жарқырап тұрған жарғай үндемеді. Тіпті ашуланған қыздың айтқан сөзіне ешқандай жауап та қайыра алмады. Мүмкін қыздың да айтқаны орынды болар. Көркем, бөлме ішін жаңғырта шыққан Қадишаның үні еді. Күнделікті қалпымен қызын оятпаққа бөлмесіне кірді. Ойбай, деді ернін сылып еткізіп. Мына қыз қайда кеткен? Қашып кеткеннен сау ма өзі? Бөлме ішінде дәл сал күйде не істерін білмей мең-зең болып Қадиша тұр. О, таба құдірет! Жомартқа не бетімді айтамын? Бір қызға ие бола алмадың ба? Деп өзімнен көріп жүрмесін, кім кепіл? Жоқ, ешқандай да қашпаған болар. Мүмкін далада жүрген болар. Мен де қайдағы жайдағына ойлап, күдікті ойын бір сәтке сейілткендей бір күрсініп дем алды. Ақиқатында қызының махаббат деген азапты дертке шалдыққанын білмейтін еді. Іштен тынып бітеу біткен жара секілді өзімен өзі иесіз үйде сырласып отырғанын білуші ме еді? Ай қайдам, білмейді ғой. Сонда ана жүрегі перзентінің қаншалықты қиын кезеңді басынан өткеріп жүргенін сезбеген де ме? Әлде ана жүрегі тасқа айналып кеткен бе? Бәлкім өгей шеше болғасын қызының жан жарасын сезінбеген болар. Ол да мүмкін. Қанша іздесе де қыз табылмады. Көрші көлемнен, ағайын туыстан, құрбы-құрдастан, таныстардан барлығынан да қызын сұрап шықты. Барлығының аузынан еститіні бір-ақ сөз: көрмедім, бітті. Бұдан басқа көңілге медеу берерлік бір сөз айтылса ғой шіркін. Біреу әне кетіп бара жатыр еді десе болғаны, сол жаққа бет алар еді. Ол адамның айтқаны шын ба, жалған ба, иелерлік Қадиша жоқ. Бәрінен бұрын қыз табылса болғаны. Қу дүниенің тарылғаны соншалық, ондай сөз әлі есіткен де жоқ. Үмітін үзбестен іздеп келеді. Балапанын іздеген құстай басына қия-сая тартылған орамалды да ескерер емес. Үстінде алпы-солпы аш шектей шұбатылған халатын киген сүріне қабына Қадиша келе жатыр. Сырт кейпін көрген ауыл әйелдері жынданғаннан сау ма деп беттерін шымшып, таңданыспен әр күмәнмен қарауда. Жұрттың ойын елеп мән беріп
Маған айттың ба ей деп бұрыла тұрып ұрса кететін, ұрыс десе жанын беретін Қадиша жоқ. Кезіккендерден бар сұрары менің көркемімді көрдің бе деп артық басқа сөзді айтпайды. Тіліне сол сөз ғана байланғандай, сұраған сұрауына жоқ деп айтарын кісі жүзінен таниды да бұрылып кете барады. Ауылды түгел шарлап шықса да қызды таба алмады. Өзімен өзі күбірлеп, жаратқан-ау, Жомартқа не айтамын? Бұл қай мазағың еді? Енді не істеймін? Үйге келген бетте қызым қайда деп сұрайды. Сонда не демекпін? Мен оянсам қызың жоқ екен, қашып кеткен секілді деймін бе? Жоқ, олай десем менің өлгенім. Жон арқамнан таспа тіледі, таспа деп иығындағы тыртықтың орнын ұстады. Мені тірідей жерге көмеді. Жоқ, олай айта алмаймын. Табамын, қызды табамын. Бәйшешектер енді бір ашып, қозылақтың аузы көкке енді тиген кез. Ашық аспан, ауыл арасындағы қыстан қалған қар сулары сай-саланы жағалап кеткен. Аспанның қарауылындай болып алтын күн тұр. Бәрін бақылап, жіті қадағалау міндетін мойнынан алғандай. Тура қаратпайды. Қарай қалғанның өзінде еріксіз көзді тайдыртып әкетуге мәжбүр боласын. Шақырайған күннің нұры көздің қарашығын ойып жіберердей, жазым етердей шағылысады. Ауыл үйлерінде адамдар да кішігірім той, бір-біріне көктемнің келуімен, көкек айының сәуір енуімен құттықтап әлек. Тек бір күйде жаназа шығарғандай зарлы жылау, ащы өксіктен қарлыққан дауыс, ыңырсыған, күшене ыңыранған өткір құлақ тесер үн. Бұл Жомарттың үйінен шыққан үн еді. Ел жұрт қуанып жатқанда бұлар неғып күңіренеді дейсіз ғой. Басты себеп көркем. Оқиғаны басынан бастайық. Жомарттың үйленгеніне 2 жыл толған тұғын. Әйелі марқұм әп-әдемі, нәп-нәзік қыз баланы дүниеге әкелген еді. Жомарттың сонда қуанғаны-ай, бауырына қызын қысып, көзіне қуаныштан жас алып, көркем деп қоямын. Көркем болады деп аурухананы басына көтере айқайлаған. Қуаныш пен қайғының егіз жүретіні қашаннан да белгілі. Қуансаң қайғырасың, қайғырсаң қуанасың. Жомарт қызын қызықтап тұрған кезде дәрігерлердің не болды деген үндері қосарлана шыққан. Не болғанын Жомарт та түсінбеді. Бір байқағаны кереуетте жатқан келіншегінің көзі ақшиып, ал аузы болса апанның аузындай үңірейіп қалыпты. Жарықтық қызын дүниеге әкеліп мына дүниемен мәңгілікке қоштасқан екен. Мәңгілікке. Бір ғажабы қандай дерттен қайтыс болғанын ешбір дәрігер дөп басып анық айта алмады. Тек айтқандары қалаға жіберу керек. Сол жақта білікті дәрігерлер бар деген бір сарынды таптаурын сөздер еді. Келіншегін қимады ма, жоқ әлде сүйегін салдырлатып қинамайын деді ме? Жомарттың өзі де өлім себебін білуге құлықсыздау болды. Кішкене қызды Жомарттың анасы мәпелеп бақты, өсірді. Қыр гүліндей құлпырып, енді өсіп келе жатқан шағында оқыс кеселден кейуана да мерт болды. Қызымен жалғыз өзі ғана қалды. Анасы барында баланың тамағына, киер киіміне алаң болмаушы еді. Енді барлық міндет бір өзіне артылды. Досының қиналып жүргенін түсінген бір танысы көрші ауылда Қадиша есімді қызды таныстырды. Екеуі үйленді, бас қосты. Сөнуге тақаған от қайда тұтанды. Іске пысық, шаруаға епті болғанымен бір кемшілігі бар болатын. Ол балаға келгенде қамқорлық атаулыдан жұрдайлығы. Кішкене қыз апалап келе қалса жұдырығымен салп-салп жіберетін. Жай түйгіш десе бір жөнау, тілін безеп, қу жетімек, сарнамақ, құр, көр жұтқыр деп қарғайтыны тағы бар тұғын. Дәл сол әдетімен кішкене қызы жұдырықтап жатқан кезінде Жомарт үстіне түскен болатын. Көрші қатындардың бір-екі рет пыш-пыштап айтқан өсектерін құлағы шалғанын да сенбеп еді. Нақ сол сәтте көзімен көргесін қарап тұра алмады. Пеш алдында ұзын сұлап жатқан кесеуді алып, білегін сыбанып бар күшімен бірнеше мәрте соғып қалатын. Бірақ та Жомарттың бір мінезі бар. Ашуы басталса тоқтату қиын еді. Кесеумен бірнеше ұрғанға айызы қанбады. Жан-жағын қарағанда көзге ілінер икемді сайман болмағасын сыртқа шығып кеткен. Сырттан өзімен бірге сүймен күректі алып келді. Үрей басқан Қадиша осыншама жалынып жалбарынды. Ант су ішті, бірақ Жомарттың ашуы тарқамады. Бар күшімен келіп күрекпен бір ұрды. Көзі қарауытты ма әлде сермегенде мүлк кете кетті. Тек күректің ұшы ғана иығына тиді. Ұшы болса да жай тимеді, ойып түсті. Қайырылған пышақтай кесіп түсті.
Арада қаншама уақыт өтті, күрек тиген жер өң бітіп жазылды. Әйтсе де шырам қалды. Сол оқиғадан кейін Хадишаның балаға деген махаббаты ашылды. Бұрындары баланы иттің етіне жек көретін Хадиша бала жанды болып кетті. Кейбір ауыл әйелдері Хадишаның сол жақ иығында бір шайтан отырады екен. Біздің Жомартта жай адам емес қой, сол шайтанды күрекпен қағып түсіріпті. Содан ғой, әйтпесе Хадишаны білеміз ғой, баланы қинаудан басқаны білмейді деп быж-быж гүж-гүж етіп өсек тасыды. Күбір-күбір сөйлеп үйіне қалай жеткенін байқамай қалды. Жан-жағына қараса, қарсы алдында үйінің қақпасы тұр. Қыз үйге келген болар деген үмітпен есікті ашып үйге кірді. Бағына орай Жомарт әлі келмепті. Көркем де келмегенге ұқсайды. Әлде келген бе? Хадиша үйдегі өзгерісті тез байқап қалды. Аяғына ілген тәпішкесін шешпестен кілемшелердің үстін басып қыздың бөлмесіне жетіп барды. Ғажап-ау, қыз ештеңе болмағандай пысылдап ұйықтап жатыр. Ал бұл болса ше, ақ тер, көк тер болып текке сабылған ба? Әлде таң ертең дұрыс қарамағаны ма? Жоқ, Хадиша жаңылмайды. Хадишаның көзі қыранның көзіндей қиядағына қалт жібермей көреді. Қонаққа келе жатқан адамды алыстан танып кім екенін, қандай киім кигенін, бетінде нүктедей меңі болса бірден байқайтын Хадиша емес пе? Сонда бұған да кәрілік жеткен бе? Жоқ, Хадишаға кәрілік келмейді. Мүмкін жанары бұлыңғырланған болар, немесе шел баса бастаған шығар. Көзге кәрілік келсе де Хадишаға кәрілік келген жоқ. Bir күмәнді ғой, ұйықтап жатқан қызыңды оят, сұрап біл дегендей санасында дыз ете қалды. Күмәнді ойдың жетегіне еріп қызы жатқан кереуетке ұмтылмаққа бекінді. Бірақ та өз-өзін сабырға шақырып, осыным дұрыс па, оянғасын өз айтар, менен сыр жасырмаушы еді деп іркіліп тоқтады. Ал ұйықтап жатыр деген қыз бәрін сезіп біліп жатыр еді. Шынымен ұйықтап қалармын деп көзін жұмып еді, көз алдында өткен күннің сарқындылары, тәтті шағына балаған естеліктері оралды. Ол кездер қандай әдемі еді. Ешқандай да уайым жоқ, қайғыру жоқ, алаңдық жоқ. Бар дүние, бар ғалам уысында тұрғандай болатын. Тіпті сол жан басқа біреу үшін өзін тастап кетерін білді ме? Білмек түгілі пәк көңілді қыздың таза жүрегі сезбеген де болар. Сезбеген. Енді міне бірақ сәтте махаббат оқиғасының көңілсіз кейіпкері болды да қалды. Алдан жаңа күнде жарқырап шығар мүмкіндіктер бар ма? Әлде қам көңіл күйде өмірдің салғын тәлкегіне мысқылдап күлгендей мазағына көніп жүре бермек пе? Бәрі қалай басталып еді? Ұялы батып бара жатқан күн жүзі. Ертең келемін деп қол бұлғайтындай. Ауыл орталығында жастарға арнап салынған саябақ бар еді. Қаланың саябақтарындай қаулап өскен ағашы, көздің жауын алар әдемілігі болмаса да, бірнеше орындығы бар, қаптаған адамы бар. Кеш түссе үлкен кішісі сол саябақта жүретін. Бір-бірін түнде көрсе де жаңа көргенде қауқалдасып, үй ішінің амандығын сұрасып, шал кемпірлер бөлек отыратын. Әкім тексеріп кетті ме? Бізге де келді, келесіде хабарласып қойыңдар, біліп отырайық деп. Ерлер жағы оқшауланып жұмыстың әңгімесін талқылаушы еді. Әйелдер болса күнделікті күйбеңге толы үй тірлігін, жасаған тамақтарын сөз ететін. Жастар жағы болса түнге таман саябақтағы жиналған адамдар тарқасын ақырын-ақырын жиналатын. Сол жастардың бірі Көркем мен Нұржан еді. Мектепті тәмамдаған жас албырт қос жүрек. Бір оқу орнында екі түрлі мамандық бойынша білім алып, бірге өмір айдынында аттанбаққа бекінген. Арман мақсаттары көмескі болса да айқын дөп есептейтін. Жазғы демалысты пайдаланып ауылдағы саябақта кездесуші еді. Жастықтың іңкәр сезімі саф алтындай, таза жүрекке ұялағандай, бір-біріне деген ынтықтық, ерекше үйлесімділік сыйлайтын. Айлы түннің астындағы сырласу, үнсіздік атты құдіретке орын беріп, тек көз арқылы, ғашықтықтың қос жанары арқылы бір-бірін ұғасар еді. Жай ғана ұғысып қоймай, тылсым әлемдерін, ішкі әлемдерін айна қатесіз түсінер еді. Мәңгілікке ажырасар күнде де солай болған. Екеуі оңаша. Нұржанның жүзі сынық болса да тышқан аңдыған мысықтай сездірмеген. Тек саябақтың сыртын ала қоршалған. Жасыл түсті қақпаға таяу келген кезде ғана саған бірдеңе айтсам болады ма? деген ерге тән үндегі қырылды жоғалтып. Алаңсыз бейқам ойда келе жатқан қыз әрине айта бер деді. Еркелеген нәзік үнмен қыздың қолын ұстаған қалпында менің саған деген сезімім жоқ деген еді. Қыз түсінбеді-ау деймін.
түсінбеуі де орынды. Жігіттің дауысы әйнек ішіндегі масаның ызыңындай ақырын шыққан. Өзі де сезгендей қайтадан: мен сені ұнатпаймын, саған деген сезім жоқ. Мен басқаны сүйемін, менің адамым басқа, деп айқайлап жіберді. Қыз бірден жігіттің көз жанарына қарады. Құдай-ау, құдды бір өлі мысықтың көзіне қарағандай, ешқандай да нұр жоқ. Көзінен өзіне деген сезім сәулесін іздеген. Бір ғана жалт етіп көрінші деп тілеген. Үміттенген, қалжың деп жігіттің сөзіне сенбеген. Сенбеуі де қисынға келеді. Бір апта немесе бірнеше ай болса да бір жөн. Бақандай 4 жыл. Мектеп кезіндегі бір-бірін ұнатып табысты серттесті мәңгі бірге болуға ант етті. Барлық оқиғалар көз алдынан тізбектеліп өтіп шықты. 10-шы сыныптағы 11-дегі 1-ші курс, 2-ші курстағы күні кеше ғана болған оқиғалар. Жоқ, бұлай болуы мүмкін емес. Жігіттің қолынан өз қолын босатып бетін басты. Көзден еріксіз мөлдір тамшылар тамды. Жер ана перзентінің жылағанын білдірмейін дегендей сіңдіріп жібереді. Көз жанары жасқа толып жігіттің көзіне қайта қарады. Жоқ, ешқандай да нұрлы көз жоқ. Тек қап-қара тұңғиыққа жетелейтін, тұңғиықтың түбіне бойлататын қара құрдым іспетті. Бірдеңе. Үрейлене қорқып бұрылып тұра жүгірді. Алды-артына қарамастан жүгіріп келеді. Қайда барады, ол өзіне де белгісіз. Bir күш жүгір дейтін секілді. Жүгір. Жүгірген қалпы ауыл шетіне келді. Тым-тырыс, меңіреу тыныштық орын тепкен. Оң жағында қалбиып ескі үй тұр. Әкесі туған анасымен осы үйде қауышып, осы үйде қарапайым өмірлерін кешкесін бе, бұл үйді жеке мұржа секілді сақтаған. Тәтті естеліктерді бұзып алардай қорқып, Қадишаны басқа үйге кіргізді. Жомарттың өзі ара-тұра келіп, ескі үйдің шаң-тозаңдарын сүртіп, терезелерді ашып, өткен шаққа саяхат жасағандай бір аялдап қалатын. Оның өзінде де ұзақ отыруға жүрегі дауламайтын, тек бірер минуттар ғана. Ақырын жақындап есікке үңілді. Есікте қара түннің күнәсін ашқандай күміс түстес құлып ай сәулесіне жарқырап тұр. Қалтасын қарап еді, ештеңе қолға іліне қоймады. Құлаққап пен смартфон ғана бар екен. Ойыны кілтті мойнына тағып жүретінін түсіп, мойнынан кілтті алып есікті ашты. Сырнай тартып есік ашылды. Адымдай басып ішке енді. Көптен бері келмегесін бе, жүрегінде бір үрей пайда болғандай болды. Бірақ ол да уақытша екен. Ішке еніп әрі-бері жүргесін ол да тарқады. Жарықты жағып бөлмелерді аралап, уақыт көлігіне бағынбай тоқтап, қалған естеліктердің әрбіріне көз жүгіртіп, әр қайсынан сыр ұғардай зерделі оймен көз салды. Бұның барлығы жаралған жүрегін тілім-тілім болған кеудесіндегі бір жапырақ етті алдарқатып еді. Ай, бірақ болмайды. Осы үйдегі заттар махаббат оқиғасынан запы көрген жанын үгіп, миын тігілеп тастағандай қинайды. Ойламайын десе тағы болмайды. Біреу әдейі көз алдына алып келетін сияқты. Міне, тағы да бейнелер көз алдында көлбеңдеп тұр. Бұл дүниеде ең сорақы нәрсе болса, ол жақын тұтқан жүрегіңді сеніп тапсырған адамың. Сені сатып, түкке керексіз заттай тастай салу екен. Одан да сорақы жаныңды ауыртар тұсы сол адаммен өміріңді елестетті. Өзіңді сол адаммен бақытты сезінуің. Болашағыңды, бар ғұмырыңды құнсыз адамға тіркеп қоюың. Амал қанша? Болар іс болды, өтті кетті. Ендігі кезекте алдыға жылжу керек. Алдыға жылжу керек деп оп-оңай айта саламыз ғой. Бірақ қалайша? Өткен күндердегі естеліктерді адам жадында сақталып қалған оқиғаларды қайтпекпіз. О жағы белгісіз. Бар айтарымыз алдыға жылжу. Сонда ол не? Ол да белгісіз. Не деген ақымақпын. Жігіт деген не теңім? Маған жігіт емес, оқу керек қой, оқу. Мен не істедім? Мектеп қабырғасын аяқтамай жатып жігітке жармастым. Сүйдім, күйдім, өлдім дедім. Ақыр аяғы не болды? Мен сені ұнатпаймын, саған деген сезім жоқ деген сөзді естім, бітті. Алған атағым, шыққан биігім, табан тіреген жерім сол болды ма? Я, сол ғана, басқа дымда емес. Неткен сорлы едім, неткен бақытсыз бейшара едім. Мен де сормаңдай жер әлемде жоқ шығар. Бар дегеннің өзі мені көріп күлетін, күлкіден өлетін болар деп жерге отыра кетті. Сол отырған қалпы бұрышқа жылжып барды да тізесін құшақтап кішкене баладай солқ-солқ жылады. Алаңсыз жылады.
Аспандағы ай қызды жұбатқысы келгендей нұрын төгіп, мейіріммен терезеден сығалап тұр. Қайдан білсін, сүт пісірім уақыттан кейін өзіне де бұл қыздан сөздер дайын екенін.